Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз етістіктің райлары туралы өтетін боламыз. Сегодня мы пройдем про наклонение глагола. Етістіктің райлары орындаушының іс-қимылға байланысты ой-пікірін, қатынасын білдіреді. Наклонение глагола обозначает мнение, отношение говорящего к действию. Қазақ тілінде етістіктің 4 түрлі райы бар. В казахском языке существует 4 вида наклонения. Бірінші түрі – ашық рай. Первый вид – изъявительное наклонение. Екінші түрі – бұйрық рай. Второй вид – повелительное наклонение. Үшінші түрі – шартты рай. Третий вид – условное наклонение. Төртінші түрі – қалау рай. Четвертый вид – желательное наклонение. Сонымен бірінші түрі ашық рай үш жақтың жасалу жолдары арқылы орын алады. Итак, первый вид – изъявительное наклонение образуется с помощью 3 времен глагола. Мен хат жазып отырмын. Я пишу письмо. Осы шақ – настоящее время. Мен хат жаздым. Я написал письмо. Өткен шақ – прошедшее время. Мен хат жазамын. Я напишу письмо. Келер шақ – будущее время глагола. Екінші түрі – бұйрық рай. Второй вид – повелительное наклонение. Бұйрық, өтініш, тілекті білдіреді, обозначает приказ, просьбу, пожелание. Мысалы, например, мен барайын, я пойду. Мен білейін, я узнаю. Сен айт, ты скажи. Сен біл, ты узнай. Сіз айтыңыз, вы скажите. Сіз біліңіз, вы узнайте. Ол айтсын, он или она скажет. Ол білсін, он, она узнает. Және де көпше түрінде и во множественном числе. Біз барайық, мы пойдем. Біз білейік, мы узнаем. Сендер айтыңдар, вы скажите. Сендер біліңдер, вы узнаете. Сіздер айтыңыздар, вы скажите. Сіздер біліңіздер, вы узнаете. Сыпайы түр, вежливая форма. Олар айтсын, они скажут. Олар білсін, они узнают. Бұйрық райдың тағы бір жасалу жолы ш жұрнағы жалғанып, өтініш тілекті білдіреді. Еще один вид образования повелительного наклонения обозначает просьбу, пожелание и образуется с помощью суффиксов ш. Мысалы, например, мен барайыншы, можно я пойду? Мен білейінші, можно я узнаю? Сен айтшы, прошу, ты скажи. Сен білші, прошу, ты узнай. Сіз айтыңызшы, пожалуйста, вы скажите. Сіз біліңізші, пожалуйста, вы узнайте. Ол айтсыншы, пусть он или она скажет. Ол білсінші, пусть он или она узнает. Және көпше түрінде и во множественном числе. Біз барайықшы, можно мы пойдем? Біз білейікші, можно мы узнаем? Сендер айтыңдаршы, прошу, вы скажите. Сендер біліңдерші, прошу, вы узнаете. Сіздер айтыңыздаршы, пожалуйста, вы скажите. Сіздер біліңіздерші, пожалуйста, вы узнаете. Олар айтсыншы, пусть они скажут. Олар білсінші, пусть они узнают. Сонымен қатар, бұйрық райға маме, бабе, папе жұрнақтары жалғанып, болымсыз түрін білдіреді. А также к повелительному наклонению, если добавить суффиксы маме, бабе, папе, то они образуют отрицательное действие. Мысалы, например, барма, не ходи, не иди. Білме, не узнавай. Айтпа, не говори. Кетпе, не уходи. Көнбе, не соглашайся. Қазба, не копай. Үшінші түрі, третий вид, шартты рай, условное наклонение. Іс-қимылдың орындалу, орындалмау шартын білдіреді. Және де сасие жұрнақтарына жіктік жалғау жалғану арқылы жасалады. Он обозначает выполнение или невыполнение действия и образуется с помощью суффиксов сасие с добавлением личных окончаний. Мысалы, например, мен алсам, если я возьму.
Мен берсем, если я отдам. Сен алсаң, если ты возьмешь. Сен берсең, если ты отдашь. Сіз алсаңыз, если вы возьмете. Сіз берсеңіз, если вы отдадите. Ол алса, если он или она возьмет. Ол берсе, если он или она отдаст. Және көпше түрінде и во множественном числе. Біз алсақ, если мы возьмем. Біз берсек, если мы отдадим. Сендер алсаңдар, если вы возьмете. Сендер берсеңдер, если вы отдадите. Сіздер алсаңыздар, если вы возьмете. Сіздер берсеңіздер, если вы отдадите. Олар алса, если они возьмут. Олар берсе, если они отдадут. Және соңғы, төртінші түрі қалаурай. Итак, последний вид наклонения – желательное наклонение. Қалау тілекті білдіреді. Г, Г, Қ, К жұрнақтарына тәуелдік жалғаумен келді, келеді етістіктерін жалғану арқылы жасалады. Обозначает пожелание, выбор, где-то мечту. Образуется с помощью суффиксов г, г, қ, к, которым добавляются притяжательные окончания и глаголы келді, келеді. Мысалы, например, менің білгім келеді, я хочу знать. Сенің білгің келеді, ты хочешь знать. Сіздің білгіңіз келеді, вы хотите знать. Оның білгісі келеді, он или она хочет знать. Және көпше түрінде и во множественном числе. Біздің білгіміз келеді, мы хотим знать. Сендердің білгілерің келеді, вы хотите знать. Сіздердің білгілеріңіз келеді, вы хотите знать. Олардың білгілері келеді, они хотят знать. Қалаурай келесі түр арқылы да орын алады. Ғайгей, қайкей жұрнақтар мен жіктік жалғауы жалғану арқылы. Желательное наклонение также образуется с помощью суффиксов ғайгей, қайкей, которым добавляется личное окончание. Мысалы, например, мен білгеймін, я узнаю. Сен оқығайсың, ты прочтешь. Сіз барғайсыз, вы пойдете. Олар алғай, они возьмут. Яғни жекеше және көпше түрдегі жіктік жалғауы жалғанады. То есть добавляется к личным окончаниям как в единственном числе, так и во множественном числе. Тағы да қалаурай сасия жұрнағына жіктік жалғауымен жекеше және көпше түрінде игі, егі, еді сөздерінің қосылу арқылы жасалады. Также желательное наклонение образуется с помощью суффиксов сасии, которым добавляются личные окончания как в единственном, так и во множественных числах, плюс слово игі или игі еді. Мысалы, например, мен білсем игі еді. Было бы хорошо, если я узнаю. Сен оқысаң игі. Было бы хорошо, если ты прочтешь. Сіз барсаңыз игі еді. Было бы хорошо, если вы пройдете. Олар алса игі еді. Было бы хорошо, если они возьмут. Осымен етістіктің райлары туралы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш урок про наклонение глагола завершен. Благодарю за внимание. Көріскенше. До встречи.